Алматының сәуір айының жаңбырлы күні еді. Университеттің үлкен кітапханасының алдында Аружан қолындағы кітаптарынан бірін жерге түсіріп алды. Сол сәтте бір жігіт тез иіліп кітапты көтеріп берді. Олардың көздері кездескенде уақыт бір сәтке тоқтап қалғандай болды. «Кешірім сұраймын», деді жігіт ұялған күлімсіреумен. «Мен кінәлімін», соқтығысып қалдым. Аружан оның қара көздеріне, биік бойына және ауылдан келген жігіттерге тән қарапайымдылығына қарады, жүрегі біртүрлі жылынып кетті. «Ештеңе етпейді», деді ол жұмсақ дауыспен. Сол күні олар кітапханаға бірге кірді. Бекзат экономика факультетінің 3-ші курс студенті, ауылдан келген. Аружан биологияның үздік студенті. Бір сағаттық әңгімеден кейін екеуі де бір-біріне ерекше сезімнің туғанын сезді. Кездесу осылай басталды. Бекзат жазғы сессиядан кейін ауылына қайтып кетті. Қала мен ауылдың арасы үлкен болғанымен, олардың арасындағы байланыс үзілмеді. Бастапқыда WhatsApp-та жазғанымен кейін Аружан ұсынған идея мен қағаз хатта жазуды бастады. Әр апта сайын Аружан әдемі қағазға жазып конвертке салып жіберетін. «Сен келгенде көктем гүлдері ашылады екен. Мен сені күтемін, Бекзат». Бекзаттың хаттары да жүректен шығатын. «Мен сені күтемін, Аружан», бірақ әке-шешемнің көзқарасы басқа. Олар ауыл қызымен үйлендіргісі келеді. Мен қалай күресетінімді әлі білмеймін. Сол хаттар арқылы олар бір-біріне тереңірек сеніп уәде берді, келесі жазда міндетті түрде бірге боламыз. Шілде айы. Бекзат ақыры Алматыға келді. Вокзалда Аружан оны күтіп тұрды. Олар бір-біріне қарап бірнеше секунд үнсіз тұрды да, сосын Бекзат Аружанды құшақтап алды. Сол құшақтағы жылу екеуіне де ұзақ уақыт жететіндей еді. Келесі күндері олар Медеудің шатқалындағы орман жолдармен серуендеп жүрді. Қол ұстасып тауға қарап отырып Бекзат Аружанның көзіне тік қарады. «Мен сені таптым ғой енді. Сенсіз өмірді елестете алмаймын». Аружан ұялғаннан беті қызарып, бірақ жүрегі толқып. «Мен де сені күтемін, Бекзат, қанша уақыт керек болса да күтемін», деді. Сол күн олар алғаш рет сүйісті. Көктем гүлдері сияқты нәзік және таза сезім еді ол. Ауылға қайтып барған Бекзаттың өмірі қиындай бастады. Әкесі оны шақырып алып қатты сөйледі. «Қала қызымен не істейсің? Ол сенімен бірге ауылға келмейді. Біздің ауылда Әсел деген қыз бар, жақсы отбасыдан. Сен үйленуге тиіссің». Бекзат үнсіз тыңдады. Ішінде үлкен күрес жүріп жатты. Ол Аружанды шын сүйетін, бірақ әке-шешесін ренжіткісі де келмейтін. Сондықтан Аружанға ештеңе айтпады. Тек хаттарында бәрі жақсы, сен тек мені күт деп жазатын. Бірақ әр күні ішкі қысым күшейіп, Бекзаттың ұйқысы қашты. Күзде оқу қайта басталды. Бекзат әкесінің қысымымен ауылда қалып, онлайн оқуға көшті. Алғашында күнде қоңырау шалып, бір-біріне сағыныштарын айтатын. Бірақ уақыт өте келе қоңыраулар сирей бастады. Хаттар да азайды. Аружан әлі де күтті. Әр кеш сайын телефонын қарап, бүгін хабарласар ма екен деп отыратын. Кейде Бекзаттың қазір бос емеспін, кейін деген қысқа жауаптары ғана келетін. Аружанның жүрегі ауыра бастады. Ол дос қыздарына, ол мені күтеді ғой. Мен де күтемін дейтін. Бірақ іштей қорқатын, қашықтық олардың махаббатын жеңіп кетпесе екен. Қаңтардың аязды күндерінің бірінде Бекзаттың хабарламасы келді. Аружан сабақтан келе жатып телефонын қарап, жүрегі дүрсілдеп кетті. «Аружан, мен наурызға міндетті түрде келеді. Бұл жолы еш нәрсе тоқтата алмайды. Сен тек күт. Мен сені өте сағынып қалдым. Сол күні бәріміз бірге боламыз. Уәде беремін». Аружан хатты бірнеше рет қайта оқыды. Көздеріне жас толды. Қанша уақыт бойы күткен үміті қайта жанғандай болды. Ол бірден жауап жазды. «Мен сені күтемін, Бекзат, наурыздың 21-іне дейін күн санап отырамын. Сен келгенде мен сені ең әдемі күлімсіреумен қарсы аламын». Сол күні Аружан үйге келген бойда наурызға дайындықты бастады. Әдемі көйлек сатып алды, пәтерін тазалап, гүлдердің тұқымын септі. Әр кеш сайын ол келеді деп өз-өзіне сендіріп жүрді. Сағыныш пен үміт араласқан сезім оның жүрегін толтырып тұрды. Қаңтардың аязды күндерінің бірінде Бекзаттың хабарламасы келді.
Аружан сабақтан келе жатып телефонын қарап, жүрегі дүрсілдеп кетті. Аружан, мен Наурызға міндетті түрде келеді. Бұл жолы еш нәрсе тоқтата алмайды. Сен тек күт. Мен сені өте сағынып қалдым. Сол күні бәріміз бірге боламыз. Уәде беремін. Аружан хатты бірнеше рет қайта оқыды. Көздеріне жас толды. Қанша уақыт бойы күткен үміті қайта жанғандай болды. Ол бірден жауап жазды. Мен сені күтемін, Бекзат, Наурыздың 21-іне дейін күн санап отырамын. Сен келгенде мен сені ең әдемі күлімсіреумен қарсы аламын. Сол күні Аружан үйге келген бойда Наурызға дайындықты бастады. Әдемі көйлек сатып алды, пәтерін тазалап, гүлдердің тұқымын септі. Әр кеш сайын ол келеді деп өз-өзіне сендіріп жүрді. Сағыныш пен үміт араласқан сезім оның жүрегін толтырып тұрды. Наурыздан кейін бір апта өтті. Бекзаттан ешқандай хабар болмады. Телефоны өшірулі тұрды. Аружан әр сағат сайын телефонды тексеретін. Түнде ұйықтай алмай төсегінде айналып жататын. Достары оған, Аружан, ол сені алдаған болуы мүмкін. Ұмыт оны дейтін. Бірақ Аружан басын шайқап, жоқ, ол келмей қалған шығар. Бірдеңе болған шығар. Ол мені күтті деп ойламайды ғой. Мен әлі күтемін дейтін. Әр кеш сайын ол Бекзаттың бұрынғы хаттарын қайта оқып көз жасын тыя алмайтын. Сағыныш ауыр жүк болып жүрегіне басылды. Наурыздан кейін 10 күн өткенде Аружан Бекзаттың ауылдас досы Даниярмен кездейсоқ көшеде ұшырасты. Данияр оны танып біраз тұрып қалды. Аружан, сен әлі хабарласқан жоқсың ба? Деп сұрады ол ыңғайсызданып. Не туралы? Бекзаттан хабар жоқ. Не болды? Данияр көзін төмен салып, ауыр күрсінді. Ол ауылда басқа қызбен атастырылып қойған. Әкесі мәжбүрлеген. Той мамыр айында болады дейді. Кешір мені, мен ертерек айтуым керек еді. Аружанның әлемі бір сәтте құлады. Аяғының асты жер тайғанақтап кеткендей болды. Көзінен жас емес, тек үнсіздік ақты. Ол ештеңе айталмай, тек рахмет деп кетіп қалды. Үйге келгенде есікті жауып, еденге отырып қалды. Жүрегі сынып жатқандай ауырды. Сол түні Аружан ұзақ отырып, Бекзатқа соңғы қағаз хатын жазды. Қолы дірілдеп көз жасын сүртіп отырып. Бекзат, ол мені күтті, мен келмедім. Сол күні бәрі аяқталды. Мен Наурыздың 21-інде вокзалда таңертеңнен түнге дейін күттім. Гүл ұстап сенің келуіңді армандап тұрдым. Сен уәде берген едің. Мен сенің сөзіне сендім. Енді білдім, сен басқа қызбен атастырылыпсың. Менің жүрегімді неге осылай сындырдың? Мен сені шын сүйдім. Қашықтыққа да, отбасыңның қысымына да шыдадым. Тек сен келесің деп сендім. Бұл менің соңғы хатым. Енді сені күтуді доғарамын. Бірақ сол Наурыз күні менің жүрегімде мәңгі аяқталды. Қош бол Бекзат, бақытты бол. Аружан. Хатты конвертке салып, поштаға апарып тастады. Сол күні Аружанның көз жасын тоқтату мүмкін болмады. Ол түнімен ұйықтамады. Жүрегінің бір бөлігі мәңгілікке сол Наурыздың 21-інде қалып қойғандай еді. Соңғы хатты поштаға тастағаннан кейін Аружанның өмірі түсініксіз күйге түсті. Күндер бір-біріне ұқсап, бәрі сұр және бос болып көрінді. Университетке бару қиындап кетті. Сабақтарға барса да оқытушының дауысы құлағына кірмейтін. Дәптерінің беттері бос қалатын. Түнде ол төсегінде жатып, Бекзаттың бұрынғы хаттарын қайта-қайта оқитын. Әр жолды оқыған сайын жүрегі қатты ауыратын. Мен сені күтемін, сенсіз өмірді елестете алмаймын деген сөздер енді оған өткір пышақ сияқты тиетін. Бір күні дос қызы Мәншүк үйіне келді. Аружанды көріп қатты шошыды. Сен өзіңе қарайтын болдың ба? Бетің бозарып кетіпсің, салмағың да түсіп қалған. Бұл жігіт үшін өзіңді осылай қинаудың қажеті жоқ. Аружан көз жасын сүртіп, мен оны шын сүйдім ғой. Ол келмеді, мен күттім. Сол Наурыз күні менің ішімде бірдеңе мәңгі өліп қалды. Қалай ұмытайын? Деді дауысы дірілдеп. Сол түні Аружан айнаға қарап, өз-өзіне, мен әлі де күтемін бе? Жоқ, енді күтпеймін. Бірақ жүрегімді қалай тоқтатамын? Деп сыбырлады. Ауылда Бекзаттың өмірі де жеңіл емес еді. Әкесі оны үнемі бақылап, тойға дайындал деп қысым көрсетіп жүрді.
Үйде тойдың дайындығы қызу жүріп жатқан. Әсел, болашақ әйелі, жиі келіп күлімсіреп жүретін. Бірақ Бекзат оған қарағанда да жүрегі суып қалатын. Түнде бәрі ұйықтап қалғанда ол телефонды алып Аружанның нөмірін ашатын. Бірақ қоңырау шалуға батылы жетпейтін. Аружанның соңғы хаты қолында тұрды. Оны оқыған сайын көзіне жас толатын. Ол мені күтті, мен келмедім. Сол күні бәрі аяқталды. Бұл сөздер Бекзаттың жүрегін күн сайын тесіп тұрды. Ол өз-өзіне, мен қорқақпын. Отбасымның сөзінен қорқып, ең қымбат адамымды жоғалттым. Аружан мені шынымен күткен екен деп ойлайтын. Ішкі күресі оны әбден шаршатты. Күндіз күлімсіреуге тырысса да, түнде жалғыздық оны қинайтын. Мамырдың ортасы. Ауылда Бекзат пен Әселдің тойы өтті. Үлкен тойхана, көп қонақ, ән мен күй. Бекзат ақ костюм киіп Әселдің қасында отырды. Адамдар бақытты болыңдар деп тілек айтып жатты. Бірақ Бекзаттың көзі күлмеді. Тойдың қызығы қызып тұрғанда ол бір сәтке сыртқа шықты. Ауылдың шетіне қарап тұрып Алматы жақты ойлады. Сол сәтте Аружанның вокзалда гүл ұстап күтіп тұрғаны көз алдына келді. Мен наурыздың 21-інде сені күттім деген Аружанның дауысы құлағына шалынғандай болды. Тойдан кейін үйге келгенде Бекзат төсегіне жатып алғаш рет ашық жылады. Әйелі ұйықтап жатқан кезде ол Аружанның есіммен сыбырлады: кешір мені. Мен келмедім. Наурыздан кейін 3 ай өткенде Аружан өзіне келуге тырысты. Университетті тастап қоюға аз қалған еді, бірақ досы Мәншүктің көмегімен оқуын жалғастырды. Күндерін толтыру үшін ол кофе дүкенде жартылай жұмыс істей бастады. Күндіз сабақ, кешке жұмыс. Бірақ түнде жалғыз қалғанда Бекзатты ұмыту мүмкін болмайтын. Кейде ол наурыздың 21-і туралы ойлап, сол күні бәрі аяқталды деп қайталайтын. Бір күні жұмыстан келе жатып, ол өз-өзіне шешім қабылдады: мен өмір сүруім керек. Оны мәңгі күтіп отыра алмаймын. Жаңа адамдармен танысып, жаңа естеліктер жасауым керек. Ол әлеуметтік желілерге белсендірек болды, достарымен жиі шығатын болды. Бірақ жүрегінің тереңінде әлі де Бекзаттың орны бос тұрды. Бір жыл өткен соң, қараша айының суық күні. Аружан Алматының орталық көшесінде, Абай даңғылында жұмыстан шығып келе жатқан еді. Қолына кофе ұстап, құлаққаппен музыка тыңдап бара жатты. Кенет алдынан Бекзат шыға келді. Ол әйелі Әселмен қол ұстасып дүкеннен шығып келе жатқан болатын. Үшеуі де бір сәтке тоқтап қалды. Көздері тоғысты. Бекзаттың беті бозарып, аузын ашты да ештеңе айта алмады. Аружан оның көзінен өкінішті, сағынышты және кінәні көрді. Әсел бірдеңе айтып жатты, бірақ Бекзат ештеңе естімегендей Аружанға қарап тұрды. Аружан бірнеше секунд үнсіз қарады да, баяу басын бұрып жүріп кетті. Артына бір ретте қарамады. Жүрегі қатты соғып көзінен жас ағып кетті. Бірақ ол жыламады. Тек ішінен, сол күні бәрі аяқталды деп қайталады. Кездейсоқ кездесуден 2 апта өткен соң Бекзат Аружанға ұзақ хабарлама жазды. Көп ойланып бірнеше рет өшіріп жазып отырып, ақыры жіберді. Аружан, мен сені көргеннен кейін өз-өзіме келмей жүрмін. Сол күні ештеңе айта алмадым. Сенен кешірім сұрағым келеді. Мен қорқақ болдым. Отбасымның қысымына шыдамадым. Әкем үйленбесең үйден кет деді. Мен сені шынымен сүйдім, бірақ әлсіздік көрсеттім. Сен наурызда вокзалда күткеніңді естідім. Сол күні мен ауылда отырып, сен келмей қалдың деп ойладым. Шын мәнінде сен мені күттің, мен келмедім. Енді кешірім сұрауға құқым бар ма, білмеймін. Бірақ ішімдегі ауырлықты айтпай тұра алмадым. Аружан хабарламаны оқып отырып, ұзақ үнсіз қалды. Көз жасын сүртіп, баяу жауап жазды. Бекзат. Иә, сол наурыздың 21-інде мен сені күттім. Гүл ұстап сағаттап тұрдым. Телефоның өшірулі болды. Сен келмедің. Кейін басқа қызбен атастырылғаныңды білдім. Мен сені күтуді доғардым. Жүрегімді жамап өмір сүруге тырыстым. Енді кешірім деген сөзбен бәрін түзете алмайсың. Сол күні бәрі аяқталды. Өзіңе жақсы бол, Әселге де. Мен енді алға қараймын. Хатты жібергеннен кейін Аружан телефонын өшіріп, терезеге қарап ұзақ тұрды.
Жүрегі ауырғанымен бір жеңілдік сезді. Бекзат Аружанның жауабын оқығаннан кейін бірнеше күн бойы өзін-өзі жеп жүрді. Үйде Әселмен қарым-қатынасы салқын болатын. Әйелі оның көңіл күйінің нашар екенін байқап, не болды деп сұрағанда, Бекзат тек жұмыс деп жауап беретін. Түнде ол Аружанның ескі хаттарын, фотосуреттерін қарап отыратын. Әсіресе наурызға дейін жазған хаттарын оқығанда жүрегі сынып кететіндей болатын. «Мен сені күтемін, қанша уақыт керек болса да», деп жазған Аружанның сөздері енді оған ауыр жүк болып басылып тұрды. Бір күні ол өз-өзіне, «Мен ең бақытты сәтті өз қолыммен жойдым. Ол мені шынымен күтті, мен келмедім. Енді өмір бойы осы өкінішпен өмір сүремін бе?» деп ойлады. Өкініш оның жүрегін күн сайын жеп, тыныштығын алып жатты. Аружан 3-ші курсты бітіріп, диплом жұмысын қорғады. Жаңа мүмкіндік іздеп Алматыдан кету туралы ойлана бастады. Бір күні ол Астанаға жұмысқа сұхбатқа барып, оны қабылдап қалды. Көшу алдында ол пәтерін жинап жатып, Бекзаттың барлық хаттары мен фотосуреттерін бір қорапқа салды. Қораптың үстіне сол күні аяқталды деп жазып қойды. Бірақ лақтырып тастамады, шкафтың тереңіне қойды. Досы Мәншүкке, «Мен жаңа қалада жаңа өмір бастаймын. Бекзатты мәңгі ұмытсам деймін. Бірақ жүрегімнің бір бөлігі әлі де сол наурызда қалып қойған сияқты», деді. Аружан Астанаға көшуге шешім қабылдады. Бұл өткеннен құтылудың соңғы қадамы еді. Астанаға көшкеннен кейін 2 ай өткенде Бекзат Аружанға кешке қоңырау шалды. Дауысы дірілдеп тұрды. «Аружан, сен Астанаға кетіп қалдың деп естідім. Мен сені әлі де ұмыта алмаймын. Мен сені шын сүйдім. Қателік жасадым. Егер мүмкіндік болса». Аружан телефонды құлағына басып терезеге қарап тұрды. Сыртта Астананың жарқын шамдары жанып тұрды. Ол тыныш, бірақ нық дауыспен: «Бекзат, тоқта. Мен сені күткен күні, наурыздың 21-інде сен келмедің. Мен сағаттап вокзалда тұрдым. Сен келмедің. Сол күні менің жүрегімде бәрі аяқталды. Мен енді сені сүймеймін. Мен өзімді сүйемін. Өз өмірімді сүйемін. Енді маған қоңырау шалма. Қош бол». Телефонды қойып Аружан терең дем алды. Көзінен 2 тамшы жас домалап түсті, бірақ ол оларды сүртті. Бұл шынымен соңғы қоштасу еді. 5 жыл өтті. Аружан Астанада үлкен ғылыми орталықта биолог маман болып жұмыс істеді. Ол жаңа адаммен танысып тұрмыс құрды. Бақытты өмір сүріп жүрді. Бірақ кейде наурыздың 21-і келгенде терезеге қарап, әлсіз күлімсіреп: «Ол мені күтті, мен келмедім. Сол күні бәрі аяқталды» деп өз-өзіне сыбырлайтын. Бұл енді ауырсыну емес, тек алыс естелік болатын. Ал Бекзат ауылда қалды. 2 баласы бар. Әйелі Әселмен тату тұрады. Бірақ кейде жалғыз қалғанда әлі күнге дейін Аружанның күлімсіреген жүзін, вокзалда гүл ұстап тұрғанын есіне алады. Ол ешкімге айтпаса да, жүрегінде мәңгілік өкініштің жарасы қалды. Өмір жалғаса берді. Бірақ екеуі үшін де сол бір наурыз күні, күткен күні ешқашан ұмытылмады. Соңы әңгіме ұнаса лайк басып пікір жазып кетуді ұмытпа. Қолдауыңыз маған өте маңызды. Келесі романды да бірге жазайық.